Қайырлы күн, құрметті өнер сүйер қауым. Қайырлы күн, құрметті Абайға тағзым етуші, Абайдың өлеңін, ойын бағалаған қазақ елі. Биылғы жыл ұлтымыздың ары мен намысына, ұраны мен рухына бір ауыз сөзбен айтқанда қазақтың өзіне айналып кеткен ұлы ақын, ойшыл Хакім Абайдың туылғанына 175 жыл толады. Елімізде 2020 жыл Абай жылы деп жарияланып, әртүрлі мерекелік іс-шаралар қаңтар айынан басталып кеткен еді. Ал оған дейін біздің еліміздегі бүкіл мектептер, өнер ордалары Абайдың қара сөздерін, өлеңдерін жатқа айтып, кітаптары қайта шығарыла бастаған. Және де ол жұмыс қайта жалғасады деген үлкен үміттеміз. Енді бүгін біздің бағымызға бұйырған ұлы Хакім Абайдың атымен аталатын қазақ еліндегі іргелі опера және балет театры үлкен көштен қалып қоймай, Абайға тағзым атты концертімізді әзірлеген едік. Бұл концертте ұлы Абайдың әндерімен қоса, Абай операсынан ариялар және Абайдың сөзіне жазылған қазақ композиторларының ән романстары орындалады. Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди, Абай операсынан той бастар көрінісі.
Композиторлар Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсын 1944 жылдың 24 желтоқсанында алғаш рет Құрманбек Жандарбеков қойды. Абайдың рөлін сан жылдар бойы Ришат Абдулин, Ермек Серкебаев, Ғапиз Есімов, Шахимардан Абилов, Бақытжан Ысқақов сынды тарландар орындап келді. Бүгінгі таңда сол саңлақтардың сарқытындай талантты әнші Талғат Күзембаев орындап жүр. Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди, Абай операсынан Абайдың ариясы. Ey халайық, барамем сен, зарыңа зар, қосып ем, шатың емес, досың еммен, дос пейілін, тосып ем. Жары сөзімін ала, дертпен келем, мен бүгін аямаша, мен айнала, салды салмақ сомдығы. Гаян айдар шайын, у беріпті оған шау. Қазір халі сағат сайын ажал жақын, қан қамау. Алдыңа кел, жар саламын, қапшалыңда жалалап, өш аламын, өш алам. Қанды кекті, шамалап, шамалап. Бауырым жары сөзімін ала, дертпен келем, мен бүгін аямаша, мен айнала, салды салмақ сомдығы. Ұлы Абайдың сөзіне Қазақстанның белді композиторлары көптеген шығармалар жазды. Солардың ішіндегі классикалық тұрғыда орындалатын композитор Еркеғали Рахмадиевтің «Қайран елім қазағым» атты романсы.
қайран елім, қалың жұртым. Етпес қара көңілім не қаласа да аспандай менен күн шағылса да дүниеде сірі сенедей маған жар жоқ. Саған жар менен артық табылса да. Дүниеде сірә сенедей
жар жоқ. Саған жарым менен артық табылса да. Сорласық сағынса да, сарғайса да, шартайып жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды риза болып жарысыне. Қорлық пен мазағына табанса да. Шыдайды риза болып жарысыне. Қорлық пен мазағына табанса да. Өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың. Он айтқанда толғанып, іштегі дертті жоярсың. Бұл өлең жолдары ақынның өлең сөздің, поэзияның зор қоғамдық мәнін ашып көрсететін шығармаларының бірі. Композитор Сыдық Мұхамеджанов осы романсты жазғанда небәрі 20 жаста екен. Келесі орындалатын романс «Өзгеге көңілім тоярсың». Өлеңін жазған Сыдық Мұхамеджанов. Өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың. Оны айтқанда толғанып, іштегі дертті Şöyle
Айттым сәлем қаламқас, саған құрбан мал мен бас, сағынғаннан бір сен ойлап, келер көзге ыстық жас. Абайдың осы бір керемет дүниесі Семей өлкесінің Ақсуат өңіріндегі Қаламқас деген қызға арналған деседі. Олай болса, Абай, айттым сәлем Қаламқас. Бір 1886 жылдан бастап Абай Пушкин шығармаларын қазақ тіліне аудара бастаған. Пушкин арқылы Батыс Еуропаның басқа да классиктерін танып біліп, және ол арқылы ежелгі әдебиетпен де танысты. Абай Пушкиннің ең таңдаулы туындысы Евгений Онегин шығармасын аса жоғары бағалап, оның жеке үзінділерін асқан шеберлікпен қазақ тіліне аударды. Абай қазақ тіліне аударған және әнін шығарған Татьянаның хаты атты әні бүкіл халықтың арасына өткен ғасырдың аяғы кезінде өте кең тарап, ең сүйікті әндерінің біріне айналды. Оған дәлел Абайдың Татьянаның Онегинге жазған хаты атты әні. Ожық
Биылғы жылы халқымыздың талантты перзенті Нұрғиса Тілендиев 95 жасқа толды. Халқының Нұрғисадай тарланының Ұлы Абайдың сөздеріне ән жазуы кездейсоқтық емес. Олай болса, Нұрғиса Тілендиевтің Абай арманы атты әні. Жасымда ғалым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, түспеді ер жеткен соң уасыма қолымды мезгілінен кешірмедім, түспеді ер жеткен соң уасыма қолымды мезгілінен кешірмедім. Махрум қалмағыма кім жазалы, қолымда дөп сермесем өстермедім, адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуда шек көрмедім, адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуда шек көрмедім. Қазаққа қара сөзге дес бермедім, өзімде басқа жауап төскірледім. Қазаққа қара сөзге дес бермедім, өзімде басқа жауап төскірледім. Қазаққа қара сөзге
есіңде бар ма жас күнің, көкірегің толық басың бос, қайғысыз ойсыз мас күнің, кімді көрсең бәрі дос. Махаббат қызық мал мен бақ, көрінуші дос ортақ, үміт жақын көңіл ақ, болар ма сондай қазақша. Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар. Көзіме жас бер жалайын, шыдам бер сабыр қалайын, жаралы болған жүрекке дауа бер жамап санайын. Көзіме жас бер жалайын, шыдам бер сабыр қалайын, жаралы болған жүрекке дауа бер жамап санайын. Мен көрдім озын қайын қолағанын, бас ұрып қара жерге солағанын, сарғайып жапырағы өлімсіреп, байғұстың кім тыңдайды жылағанын. Мен көрдім ойнап жүрген қызыл киік, кеудесіне мылтықтың оғы тиіп, қалжырап қансыраған қабақ түскен, кімге батар ол байғұс тартқан киік. Мен көрдім ғашық жардан уәдесіздік, өмірдің қызығынан күдер үздік. Суда жылы жүрек жара түсті, шықпаған
табын жанмен күн өткөздік. Мен көрдім ойнап жүрген қызыл киік, кеудесіне мал тоқтың оғы тиіп, қалжырап қалсыраған қабақ түскен, кімге батар ол байғұс тартқан киік. Қылжыр көңіл қосышар тарапқа, түрленіп адам ойы ауған шақта, салғанын көлеңкесі сол көңілдің билесін ырғағына ол құлаққа. Сорғалап, шырқап қалқып тамыл жиды, оятар жүрек тербеп бастамайды. Ләззаты сол көңілдің бәрі сонда, ала алмас ойсыз құлақ ондай сыйды. Жаның еріп, көңілің жабырқаған көтеріле. Көңілің көтеріле, Ұлтымыздың ұлы данасы, Абайдың ақыл санасы. Ол халқымыздың мұраты, болашақтың қуаты. Шығыс парасаты мен батыс ақыл ойының тоғысқан тұсы, ол ұлы Абайдың талғамы. Ол қазақтың арманы. Мұрат Ибраев, ауру жүрек ақырын соғады жай. Жүрек ақырын соғады жай.
деп сені жұбатам, зарыңнан қайтып уатам. Алғыстан басқа айтарым жоқ, бақыл бол, қуатым. Sarvi
қол алдына құрылмаған қастық пен қайқының бар құбылмаған аядым аянышпен ара түстім жалғыз жол адал жолым зор көрдім шер жүректен жалын атқан азалы ай күндердің оң татқан аядым айнымаймын жалынбаймын көрсең де бетер қас пен жаттан Әлемін алдымызда палтып аттан сарамызке арын сатқан сом заман сабағыма сені берді талаппақ шабын болсам тағы тапқан сом заман сабағыма сені берді талаппақ шабын болсам тағы Мәңгілік ел мәдениетімен мәнді. Қазағымен бірге абайы да мәңгі. Абай ұлт келбетін анықтаған абыз. Әр қазаққа абай мақсұты парыз. Жан жүрегіңмен жақында, бауырым сен абайға. Зымыран заман, алаңда алаң. Абайла, абайла, абайла.
бер